Ал достар, енді жол талғамайтын көлік. Forerunner деген түсіріп шығайық. Хайландері бар ішінде. 37 000 миль жүрген, $27 000, 19 жылға 4 көлеммен. Комплектация так XR дей ма? Ішінде так орындық жылытқыштары бар. Кілтпен қызады. Люк бар екен. Былғары. Орындықтар былғары. Қап-қара түскен әдемі. Кілтпен қызады, я. Пуштарт емес. Бағасы $27 000, 19 жылға. Алма ақ 27 500 екен. Негізі ақ әдемі көрінетін сияқты, қара, әдемі. 27 500, 16 жылғы еще. Әдемі ақ түрі. Комплектация полный сияқты, ТРД Pro дейді. Дерске, танк сияқты. Бізде официалды түрде сатылмайды олар дейді, Қазақстанда. Бұл да кілтпен қызады екен. Былғары қарашы. Сондай міне тағы бір ақ түрі тұр. Бұл да $27 000 дейді. Бұл бірақ 18 жылға. Іштері мата екен, ешқандай люк жоқ. Орындықтары мата. Мынау Хайландер баға жоқ. Мына Хайландерді түсіре кетейік. Осы комментарияда жазып жатқан көліктер бар достар. Барлығын шетінен түсіріп шығайық. $26 500. Бұлар да енді қарап отырсаңыз қалыспайды соған рунерлерден бағалары. 19 жылға 3/5. Әдемі көліктер ғой бұларда. Іштері толықтай былғары. Подогрев сиденья, в общем, барлығы бар. Люк тоже бар екен. Хайландер XL 4 дөңгелек деп еді екен. Осы міне жылы жаңалау Хайландерлар бағасы. Мына жерде тағы бір ескілеу Хайландер тұр. $16 000 дейді. 13 жылға 3/5, $16 000 люк. Осындай кузовты да жақсы көретіндер бар. Limited дейді ол комплектация. Іші толықтай шынымен де былғары, пуштарт, люк. Әдем барлығы бар екен. 4 вода. Керемет, ә? Мына ақта Limited дейді, Forerunner. Бұны да көре кетейік. Мына $33 000 дейді, 19 жылға 4-тік. Іші қоңыр, былғары. Әдемі екен салонына дейін. Бағасы қымбат, $33 000. Алдында пленкасымен тұр. Негізі асыл алдында пленкасымен тұрса, соққа алдынан болмаған қапталынан или артынан деген сияқты сондай ғой. Алдынан соғылса, ешкім бұндай пленка жабыстырып отырмайды негізі. Бәрібір историясын қарағанда көрінеді ғой. Осы бағасы достар. Так, достар, 2021-дің Хайландері. Толықтай комплектация, Limited. Бағасын қазір көрсетем. Арттарының өзі басқаша ғой. Іштерін көрсетсек. Су жаңа почти 8 000 миль жүрген, в общем. 8 000. Іштерін қараңыздар, люк. Пуштарт, в общем, Limited бұл, полный комплектация. 7 орындық әдемі екен. Память сиденья. Бағасы $49 000 жігіттер. Алам деушілер болса хабарласыңдар. Өте керемет. Осы бір RX сұрайтындар көп. 330. 2005 жылғы міне. Сіздер үшін түсіріп жатырмыз. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, достар. Тіркелу жағы азайып баратыр ғой.
Каналға тіркеліп алайық, от души қараймыз сосын. Бағаларын отырайық. Келістік па? $9000 көрінбей қалыпты, жазулары 2005 жылғы 121 000 миль жүрген екен. 330-дық достар міне. Мокрый асфальт деген түс. Көкшіл ма не? Леха. 330. Бағасы 3 миллион 700. Теңге мен дейсің осырғанды. Міне 330-дың бағалары, достар. Қазір айтайын, неше деп едім, ұмытып қалдым. $9000 так. Растаможкамен тұр, Ақтауға дейін. $2200, $2100 жеткізіп береді. Біз грузиндерге береміз осы жердегі логистикаға. Біздің услуга $500. Сонда $2600 қосылып барады Ақтауға. Мерседес 211 2007 жылғы Ақтауға дейін $8100 барады. Дерсік екен тап-таза. Мерсик. Так, 17-лік дөңгелегі. Бар ішік қожысын қарашы па. Ашық қожы екен. Дерсік, мерсик қой. 353-5. 211 артқыш торг. Әдемі базар жоқ, $211. $8100 болды, Ақтауға жетеді осы.